үмбеттер бірінен соң бірі келе береді екен. Осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Али Ғимран сүресінде «Кунтум хойра умматин ухриджат линнас» деген аят түскен. Сахабалар сол кезде осы аятқа қатты қуанысқан. Сонда Аллах тағала айтады: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим». Сендер күллі адамзатқа үлгі өнеге ретінде шығарылып берілген дейді. Қараңыздаршы. Алла тағала жасап шығарған, тәрбиелеп шығарған ең қайырлы үмбет болдыңдар дейді. Ең қайырлы үмбет болдыңдар дейді. Ta'муруна бил ма'руф. Сендер қай жерде жүрсеңдер де Алланың бұйырған нәрсесін бұйырып жүресіңдер. Намаз оқыңыздар деп. Рамазан келе жатыр ғой, ораза ұстамайсыздар ма деп. Өтірік айтып жатса, өтірік айтпа деп. Пара алып жатса, пара алмаңыз, болмайды ол. Берекең кетіп қалады, ырысың кетеді. Сондай жақсылыққа бұйырып жүресіңдер дейді. Ватанхауна анил мункар. Жаман нәрсе ішіп жатса, арақты ішпеңіз. Мен сені қимаймын, әке, мен сізді жақсы көрем, бірақ мына арақ жек көрем мен қимаймын сізді мына бөтелкеге. Осылай жамандықтан тыйып жүресіңдер дейді. Көрдіңіз ба? Жаңағы қай жерде жүрсеңіздер де сондай. Алла тағала сіздерді солай емдеп қойған. Сіздердің жандарыңыз соны көреді. Жақсылық болып жатса қуанады, жамандық болып жатса қорқады. Өз үшін де, адам үшін де қорқады, тыйып жүреді дейді. Ва ту'минуна билла. Сондай-ақ Аллаға, нағыз Аллаға, жалғыз Аллаға иман келтіресіңдер дейді. Көрдіңіз ғой? Уалау амана ахлул китаби. Егер де кітап иелері иман келтіргенде, мына сөзге назар аударыңыздаршы. Егер де кітап иелері иман келтіргенде, лакана хойрул лахум, оларға өздеріне қайырлы болар еді дейді. А негізі оларда қазір иман емес па асылы болып жатқан нәрсе. Сондықтан жалғыз Аллаға деген иман болмай, ол иман деп танылмайды екен Алла тағаланың кітабында. Көрдіңіз ғой? Сондықтан сол қайырлы үмбет күллі адамзатқа қияметке дейін сендер жаңағы ең қайырлы үмбет болып шығардыңдар дейді. Осы қайырлы деген сифат біз одан ажырап қалдық. Сахабаларға енді 100% айтылған еді, табиғиндерге 100% айтылған еді, табиғиндерден кейінгілерге де 100% айтылған еді. Одан кейінгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, одан кейін бір буындар келеді. Жақсылықта болады, жамандықта болады. Сөйлетпей жатып сөйлейтін болады. Куәлік сұрамай жатып куәлік айтатын болады. Осындай шала мұсылмандар келеді. Басым көпшілігі да. Сондықтан мына қайырлы үмбет деген нәрсеге өте назар аударыңыздар. Жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иннакум татимуна сабғина умматан" дейді. Қиямет күні сендер дейді күллі үмбеттер, жалпы 70 үмбет деп пайғамбарымыз келтірген хадисінде. Күллі жердің бетіндегі үмбеттің саны 70 дейді. 69 жаңа ең соңғысы, сендер ең соңында келіп 70-ші үмбет болып тәмамдадыңдар дейді. Әрбір үмбеттің іші үмбеттер. Өйткені үмбет деген сөз қауымдар, ғасырлар, жамағаттар деген нәрселерді қамтиды. Мысалы, Мұса пайғамбардың өзінің үмбетіне қарайтын болсаңыз, ол анау Исхақтың кезінде басталған. Одан кейін жаңа мысалы Яқубтан ергендер бар, Юсуфқа ергендер бар. Одан кейін жаңа Мұса пайғамбарды айтайық. Мұсадан кейін Юшах пайғамбар бар, Шамуил пайғамбар бар мысалы. Одан кейін Дәуіттің заманы, одан кейін Сүлейменнің заманы дегені. Осылай жаңағы Закарияныкі бар, Яхияныкі бар. Анау келіп жаңағы Иса алейхиссаламға келіп тірелгенше. Ана үмбеттің өзінің іші үмбеттер. Ең көп пайғамбар жіберілген Бану Исраил. Исраил ұрпақтарына қаншалаған пайғамбарлар жіберілген. Қаншалаған пайғамбарлар жіберілген да. Міне, осы үмбеттердің ең соңғысы, сендер 70-ші үмбет болып бүкіл үмбеттерді тәмамдайсыңдар дейді. Вантум хойруха, сондай-ақ сендер ең қайырлысысыңдар дейді осы үмбеттердің. Ва акрамуха алаллахи табарака ва тағала. Алла тағаланың қасындағы ең қадірлі үмбет сенсіңдер дейді. Сондықтан бізден ұялып қазір жаңағы қайырлы деген сипатқа жұмыс істеу керек, құрметті жамағат. Әйтпесе біз ана сахабалардың сауабынан бізге үлес жазылады дейсіз бе одан? Оларды Алла тағала айтады: "Тилка умматун қад халат". Олар сендерден бұрын өтіп кеткен үмбет қой дейді, ғасыр ретінде. Көрдіңіз бе? Лаха ма касабат. Олардың тапқан табыстары, еңбек ақылары өздеріне дейді.
Валакум ма касаптум. Ал сендерге өздеріңдікі дейді. Біз сол өзіміздікіне қарайық, не жейіп атқанымызға қазір. Міне. Осы буындар, үмбеттер барлығы, осылардың ішіндегі ең қайырлысы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үмбеті. Міне осы қайырлы деген сипат үшін біз шын мәнінде бұған лайықтап жұмыс істеу керекпіз. Біз көп сөйлеп кеттік бүгінгі заманда. Біз өте көп сөйлейміз біз. Бірақ дым бітіріп атқан жоқпыз біз. Көптеген, шахауат деген нәрсе бізде жететін үмбетте қазір. Дүниеге қызығу тұрғысынан да бірінші орын аламыз біз. Ұрысу тұрғысынан да бірінші орын аламыз. Ажырасу тұрғысынан да бірінші орын алып атқан жерлеріміз бар. Қай жерде қарасаңыз, біз қайырлы деген нәрсемен, жанағы нәрсемен алданбай, о көлеңкеге кіре алмаймыз біз, кіргізбейді Алла тағала оны. Өйткені бұл өз алдына бөлек ғасыр. Бұны амалмен көрсету керек. Сонда кіргізеді ана жаққа қарай. Сондықтан осы жақсылық сипатына біз лайықты деңгейде жұмыс істеу керекпіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды жақсы көру деген сөзіміз бар бізде. Біз жақсы көреміз оны. Ол жақсы тұлға. Ол кісіні кім жақсы көрмейді? Бірақ жақсы көрем деген сөзді Алла тағала жоққа шығармайды. Бірақ тәрбиелік мағынада мынандай нәрсені айтады бізге. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Кул ин кунтум тухиббуналлах. Егер сендер Алла тағаланы жақсы көрем дейтін болсаңдар дейді. Сөздеріңді жоққа шығармай-ақ қояйық дейді. Егер сендер Алла тағаланы сүйетін болсаңдар, фаттабиғуни дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, онда дереу, еш кідіріссіз маған еріңдер дейді. Қараңыз. Фаттабиғуни, маған еруден басқа жолдарым жоқ дейді. Өйткені мен сол Аллаға деген махаббаттың көрсеткіші ғанамын дейді ол кісі. Сол үшін жіберілген ол кісі. Міне сол көрсеткіш ер дейді маған. Маған дереу ер дейді. Сонда сыйлығын қарасаңыздар, юхбибукумулла, Алла сендерді сүйеді дейді сол кезде. Көрдіңіз ба? Алла тағала сендерді сол кезде сүйеді дейді. Және солай сүйеді. Яғфир лакум зунубакум. Күнәларыңнан түк қалдырмай кешіріп жібереді дейді. Аллаху ғафурур рахим. Өйткені Алла сондай кешірімді. Ол сондай мейірімді дейді. Сондықтан, құрметті жамағат, көрсеткіш пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сіздің идеалыңызға айналмайынша, Алланы жақсы көрем деген сөзіңіз ол растала бермейді ол. Ол идеал деген нәрседе. Мысалы, сіз мүмкін бір амалды алған шығарсыз, пайғамбарымызға ұқсатамын деп та. Онымен алысқа шаба алмайсыз. Сіздің сөйлеуіңіз ұқсау керек оған. Сіздің жаңағы іс-әрекетіңіз ұқсау керек оған. Егер сіз әке болсаңыз, сіз оқыңыз қандай әке болған ол кісі. Егер сіз күйеу болсаңыз, оқыңыз қандай күйеу болған ол. Сіздікі сәйкес келе ме оныкіне? Әлде сіз әлі өз табиғатыңызбен күйеусіз ба? Қарас. Егер сіз мұғалім болсаңыз, қараңыз ол қандай мұғалім болған. Егер сіз басшы болсаңыз, қараңыз ол қандай басшы болған. Ол не үшін өмір сүрген? Егер оның өмірінен түк алмасаң, не үшін? Қай бетіңмен қарайсың ертең Алла тағаланың алдына? Қай бетіңмен барасың? Сонда ысырап па ол? Босқа жіберілген ба? Егер оны осы үмбеті идеалға айналдырмаса, кім айналдырады оны идеалға? Пайғамбарды жақсы көрем деген сөзіңіз солай ғана расталады. Басқаша мүмкін емес растау ол нәрсені.